Жалпы планмен қарасаң комедия, ірі планмен қарасаң трагедия дейді Чарли Чаплин. Ондағы айтпағы есті күлкі дүниенің мінсіздігін сол күйінде қабылдап, оған жымия білу өнерінен туады. Күлкінің де түрі көп. Арсыз күлкі, арзан күлкі, астарлы күлкі, ащы күлкі. Оның бәрі кинода әртүрлі мәнерде көрініс табады. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз комедия жанры туралы айтамыз. Ең алғашқы кинокомедия 1895 жылы ұсынылды. Ол ағайынды люмьерлердің су болған суарушысы еді. Дыбыссыз кино дәуірінде шалынып қалу, құлап түсу, қашу, қуу, теуіп қалу, шапалақпен салып қалу сияқты әрекеттер комедиялық фильмнің өзегі еді. Слапстик, яғни шапалақтар комедиясы деп аталатын мұндай комедия әсірленген әрекетке құрылатын. Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд, Роско Арбакл дыбыссыз дәуірдің жұлдыздары болды. Дыбыспен бірге киноға музыкалық комедия келді. Әрекетке музыкамен сөз қосылып, жаңаша күлкілі жағдай туғызды. Бірте-бірте сөз сайыстан, дауласудан да комедия туғызуға болатыны белгілі болды. Солайша бір-бірін сөзден сүріндірген қуақы кейіпкерлер жайлы эксцентрикалық комедиялар келді. Бұл батыста қоғамдағы әйелдің мәртебесі артып, гендерлік нормалар қайта қаралып жатқандай өреді. Әйелдерге расымен де тіл біткен. Бұл кезде Кэтрин Хепберн, Розалинд Рассел тәуелсіз әйелдер образын сомдады. Бірақ патриархалды қоғам оларды уысынан шығаруға құлықсыз еді. Кинокомедияның түрі көп, бірақ шыңы визуал комедия. Әзіл тапқыр сөз не ойынмен, я күлкілі ситуациямен шектелсе, театрға айналады. Тек киноға тән ерекшелік, мизансцена, монтаж, камера қозғалысы, дыбыстық әрлеу, кино әрекеті арқылы күлдіру мақсат. Эдгар Райттың деңгейінде осындай визуал комедия үшін күш салатын режиссерлер сирек. Голливуд пен ірі платформалар түсіретін комедиялар визуалдық тұрғыда жалқау. Тоталитар қоғамда күлкіге де цензура бар. Кеңес дәуірінде күлуге болатын және болмайтын тақырыптар болды. Күлудің шарты сұрқай өмірге бояу бітіріп, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ болған мінсіз мемлекетті суреттеу болатын. Уақыт өте келе ондай жасанды көрініс жалықтырды. Что-то я давно никого не целовала. Да ну тебя, Марья Сергеевна! Что, опять совестно? Эй, не шевелитесь! Снимаю! 30-40 жылы кеңес комедиясы экранды ертегімен толтырып, саясаттың қолбаласына айналды. Қызыл Голливудтың іргесін қалаған Иван Пырьев, Григорий Александров, Константин Юдиндердің «Водевиль» музыкалық комедиялары сол рәуіште шешілетін. Қазақ фильмде Павел Боголюбов түсірген «Қыз жігіт» кеңестік комедиясының терезеден кіру, иттен қашу сияқты тұрақты әрекеттерін қайталады. Отандық киноның қанаты 50-60 жылдары қатайды десек, оны қазақтың төл өнер еткен жарқын тұлға Шәкен Айманов болатын. 50-ші жылдары түрлі фильмдер түсірілсе де, қазақ фильм мен көрермен арасында дәнекер болған комедия жанры еді. Бастысы, комедия деп айдар тағылған фильм күлкілі болды. Егер комедия қызықсыз, драма іш пыстыратын болса, қазақ киносы көрерменге жол таппас еді.
Шәкен Айманов көпшілік көрерменнің тілін тауып, халықтық кино жасай білді. Оған қоса Қазақстанды кинематографиялық ел ретінде танытты. Ой, Боль, у тебя что это? Это я одел, чтобы не потерять. Мама прислала дяде Досаю, когда он будет жениться, чтобы невесте подарил. Твоя мама всегда была добрым человеком. Пойдем покушаем. Люблю добрых людей и сама добрая. Дүниеге түскен жарықшақ алдымен ақынның жүрегін басып өтеді дейді Гёте. Суреткердің бір мұраты өз дәуірінің тамыршысы болу, қоғамның көңіл ауанындағы құбылыстарды қорыта білу. А нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава. 60-шы жылдары Кеңес одағында климат өзгерді. Отаншыл комсомолдардан басқа да кейіпкерлер экрандала бастады. Леонид Гайдай фильмдерінде маскүнемдер мен қылмыскерлер көгілдір экраннан күлкі тудырды. Тұңғыш рет кеңес комедиясында нарратив емес, әрекет алға шықты. Көрермен идеологияға пысқырмайтынын көрсетті, Гайдай ең табысты режиссерге айналды. Оның әрекет комедиясы жан болмаса да тән еркіндігінің көрінісі болатын. Гайдайдың бас бәсекелесі Эльдар Рязанов еді. Оның қолтаңбасы физикалық емес, сатиралық комедия болатын. Көрерменнің өзіндей кемшілігі көп кейіпкерді сипаттауда, адамның жанды жерін дөп басуда Рязанов алдына жан салмайтын. Почему вы все время виляете? Я не виляю. Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Ал Шәкен Айманов бұл кезде көкжиекті кеңейтіп, пішіні батыстық, мазмұны ұлттық фильмдер түсіріп жатты. Шәкен Айманов экрандық мәдениеті тұрғысынан кеңестік емес, италиялық комедиялардан көбірек шабыттанды. Оның бағдары Еуропа болғаны маңызды. Мысалы, Тақиялы періштенің кейбір аспектілері өте заманауи, батысшыл. Әрі қазаққа тән юмор, ситуациялық сәттері көп. Әлемге ашық, сонымен бірге ұлттық. Бұл барша қазақ өнеріне тән қасиет. Және Айманов соны көрсеткен тұңғыш режиссер болды. Ол өзіне сенімді Қазақстанды қалады. Қазақтардың әлем мәдениетін білетін және оған өз үлесін қоса алатын жаһан азаматтары болғанын қалады. Сен ботаға мүлде ұқсамайсың. Италияның атақты киноактері Мастрояне Марчеллодан аумайсың. Онда сен Бричит Бардосың. Қойш? Особой, может, популярностью пользуется «Ангел в тюбетейке». Тақиялы періште тамаша комедия. Одақтың экрандағы Гаухар Қол фильмімен бәсекеге түсетін картина деп атар едім. Ол кезде талап жоғары еді. Ал қазір керісінше екі аттасан комедия. Бірақ жақсы комедиялар аз. Конкурировать. Қазақстандық комедия жол айрықта тұр. Бұл батыстық пішін мен ұлттық юморды үйлестірем деп шарқ ұрған өзінше бір әлем. Голливудтан техникалық қана емес, тақырыптық тұрғыда да шаңғауып келе жатқанымыз ғана өкінішті. Жер бетіндегі барлық халықта үйлену ғұрпы бар. Адамдар кездеседі, ғашық болады, той жасайды. Бірақ басқа ешбір елдің экранын дәл біздік сияқты той бейнесі жауып кетпеген. Қазақ экранында үшеудің үйленуде болды. 16 қызға үйленуде болды. Ауылдан қалаға қашып барып үйленді. Қаладан ауылға қашып барып үйленді. 30-ға толып та, толмай да үйленді. Тіпті тойға тыйым салынғанда да үйленді. Бәрінің кейіпкерлері не тойға дайындалып жатады, не той жасайды, не тойға қонақ болады. Әйтеуір нысанада той маңындағы туысқандарымыздың әрекеті. Сонда қазақта үйленуден басқа мәселе жоқ па? Посмотрите, ну вот как бы в бытовой жизни. Күнделікті өмірге қараңызшы.
100-200 адамның басын қосып, актер-әншілерді шақырып той жасау, ол үшін несие алу, сосын оны әзер төлеу халықтық көңіл көтерудің бір түріне айналды. Әрине, кино өміріміздің айнасы. Кейде комедияларымыз той мәдениетіне ирониямен қарайды, кейде керісінше сол тақырыптың өтімділігін пайдаланады. Той тақырыбымен ондағы санаулы фабула солай пайда болды, бірақ біртіндеп азайып барады. Халық оған әбден тойған секілді. Қазақ комедиясында жаңа тақырып ашып берген Нұртас Адамбайдың Әкім фильмі болатын. Расында біздің қоғамның бас проблемасы не? Жемқорлық. Бас кейіпкер кім? Жемқор. Меня заставили, представляете? Заставили Акимом быть? Да. Мой папаша, короче, развил мне место, он там. Да? Сами же знаете, как там все эти вопросы решаются. Заки. Режиссер Тимур Дулатов хотя бы кинода фильммен сол тақырыпты сәтті жалғады. Мұнда сот үкімімен ауруханада тығылған жемқор шенеунік Швейцар банкіндегі шоты жазылған құрылғысын іздеп ақтауға сапар шегеді. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр есін айналасы. Абайдың өлеңге қатысты айтқан талабын өнерге де қоюға болады. Көркем комедия мазмұн мен пішінді үйлестіруі шарт. Хотя бы кинода комедиясы әлеуметтік сатираны жан-жақты қамтыған туынды. Мысалы, жемқорлықты ғана емес, өнер жайын, қазіргі домбыра ұстаған айтыскер мен асабаның арзандағанын мысқылдайды. Қанат ағам керемет, бұдан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр, ақша себелеп. Дыбыс эффектілерін ұтымды пайдаланады. Музыканы да ирониялық рәуіште қолданады. Айталық осы көріністе әннің мақтанғой мәтіні мен кейіпкерлердің аянышты кейпі қатар қойылған. Қоғамдағы мачо мәдениетіне ер азаматымыз қаншалықты сәйкес деп сұрап тұрғандай. Ең бастысы, бұл фильм нарративке ғана құрылмаған, кино тілмен жеткізілген визуал комедия элементтерін қамтиды. Мысалы, бұл тесік шатырды жөндеудің орнына ескі шелекті жаңа шелекпен ауыстыратын ел. Мұндағы ауылда жедел жәрдем де, өрт сөндіруші де көліксіз жүреді. Қызметтік көлікке жету арман. Және мұның бәрі де бірде-бір сөзсіз видео қатар арқылы ғана жеткізіледі. Тақырыптың әдемі нүктесін фильмнің соңы қояды. Халықтың ақшасын жеп, шетелге қашып кеткен қаншама азаматтар бар. Бұл мемлекетте бір адам болса да жазасын алу керек шығар. Хотя бы кинода. Қазақ комедиясының алтын кені ауыл қазағы мен қала қазағының арасындағы қайшылық күлкі өмірді ұзартады десек те, арзан әзіл үшін киномыз ауыл қазағын жығып беретіні өкінішті. Соңында таңдайымызда құлдық сананың кермек дәмі қалады. Отандық комедия қала мен ауыл туралы стереотиптерді қайта өңдеумен ғана айналысатыны опық жегізеді. Қашан көрсең, ауыл адамның орысшаға тіл жетпей елге күлкі болғаны. Вот вы құдалар. Не соскочились? Іштеріңіз піспады ма деп жатқаны ғой. Немесе қала адамы қазақша сөйлей алмайды. Байтерек называется, это в Нур-Султане. Переводится как богатый терек. Богатый. Бұл баяғыдан келе жатқан әдет, ауыл қазағын әжуа қылу үшін көп тапқырлықтың керек жоқ. Нормально общайтесь, а? Если не нравлюсь, скажите, я тогда ухожу. А если нормально общайтесь, я тоже буду нормально общаться. Нұрлан Қоянбаев бұл жаттанды тропты қазақтың бауырмалдығы, отбасының өзара көмегі туралы тақырыппен толықтырды. Секрет успехов. Қазақша бизнестің сәтті жоба болуына не себеп? Тым қарапайым. Қазақтар бәрі бір-біріне көмектеседі. Проблема болса, жинап, туыстары көмектеседі. Табысты болуы осында.
көрермен фильмнен өзін көреді. Қалалық және ауылдық құдалар туралы көп комедияның бірі Күшік құда да осы тақырыпты дамытқысы келгендей. Бірақ мұнда ауыл қазағын өмірге бейімсіз орыс тілді қазақтың мойнына отырғызып қойған өкінішті. Оларға қарап, жақсы өмір сүрудің жалғыз жолы қалталы жерге қыз беріп, масыл болу ма деген ой туады. Шынымен сапасы бір-біріне ұқсас, және сюжеті, құрылымы жалпы, және мақсаты да көбінесе олардың жай конвейер, яғни тезірек түсіріп, тезірек ақша пайда табу, яғни мысалы бәлішпен салыстырса болады, оны пісіргенде, ол ыстық күйінде оны сатып жіберу керек. Өйткені ол суып қалса, тұрып қалса, оны ешкім алмайды. Тура сондай принцип сияқты мұнда да өкінішке қарай. Дегенмен комедияның кинотеатр есігін қазақ киносына қайта ашып бергенін де ұмытуға болмайды. 70-80 жылдары Қазақстанда комедия өте сирек түсірілді. 90 жылдары күлуге мұршада болмаған шығар. Кенет 2010 жылы комедияда бум болды. Көрермен мен қазақ киносы арасы қайта жалғанды. Сыншылар Нұртас Адамбай не Нұрлан Қоянбаевтың фильмдерін жаратпаса да, олар көңіліңді көтереміз деп уәде берді де, уәдесінде тұрды. Сондықтан көрермен кинотеатрға қайтып келді. Бұл мәдени тұрғыдан өте маңызды. Ара-тұра сапасы сан соқтырар дүниелер болса да, бұл қазақ көрермені қазақ фильмдерін көруге барады дегенді білдіреді. Бұл ұлт қалыптастыру, кімдікті қалыптастыру үшін аса маңызды. Алайда кинотеатрға бару оқиғаның басы ғана, соң емес. Жанрдың потенциалы, аясы одан әлдеқайда кең. Гайдайдың «Операция И» деген фильмі еске түседі. И мұнда бос символ, мағынасы жоқ белгі. Қазақ комедиясы да сондай мағынасыз белгіге айналудың аз алдында қалды. Көрерменді жылатудан көрі күлдіру әлде қайда қиын, әсіресе заманауи адамды. Күлкі қоғамдағы шым-шытыр қайшылықтарға жауап, сондықтан әр қоғамның өз комедиясы болады. Біздің экранды жаулаған батыс жұрты үшін не нәрсе күлкілі? Өнерде шекара жоқ деген рас па? Заманауи батыста дәуір бейнесін ромком емес қоғамдық сатира айқындайтын секілді. Мәселен, Робин Остланд заманауи сатираның шебері. Батыс қоғамындағы қарама-қайшылықтарды дәл ондай дөп басып, экрандай алатын режиссер жоқтың қасы. Квадрат фильмі өзін либерал санайтын, бірақ шын мәнінде стереотиптерден шыға алмаған крестьян туралы. Алайда Остландтың барлық шығармаларындай, бұл бір топ адам мен бір бума қоғам мәселесін қозғап жіберетін полифониялық фильм. Өнер мен маркетингтің айырмашылығы, заманауи либерализмнің екіжүзділігі, мәдениеттің астарындағы әлсіздік, примитивтіліктің астарындағы агрессия, жоғары таптың жасандылығы бәрі әшкереленді. Остландтың «Мұң үшбұрышы» фильмі капитализм мен социализм, байлық пен мәртебе, сұлулық пен билік, Инстаграм мен өмір сияқты мәселелердің басын аяғына, аяғын басына келтіреді. Инстаграм санасы жайлаған қоғамда ақша мен сұлулық қана бағалы, және екеуі де адам ойлап тапқан миф. Өмір үшін шынайы шайқаста бұлардың екеуі де түкке тұрмайды, ал билік құмарлық бай мен кедейді таңдамайтын дерт. 2022 жылғы тағы да екі фильм «Мәзір мен пышақтарды шығару» капитализмге сатиралық көзқарас ұсынды. Бұл фильмдердің әлемді инфляция жайлаған дәл қазіргі кезде пайда болуы да тегін емес. Комедия ең шынайы өнер формасы. Өйткені күлкіні қолдан жасай алмайсыз. Бұл тұрғыда ең қиыны күлмеуге тиіс адамды күлдіре білу, табуларды бұзу. Қара комедия табу тақырыптарды көтереді. Өлім, қылмыс, соғыс сияқтыларға сатиралық көзқараспен қарайды. Қазіргі таңдағы халықаралық саясатты есепке алсақ, Тайки Уайтитидің Джоджо Қоян фильмімен теңесер туынды «Жоқтың қасы». Мұнда ол Гитлер мен наци саясатын әжуаға айналдырады. Бірақ фильмнің өзегінде жатқан тәмсіл біз бәріміз аздап Джоджомыз. Бәріміз әлдеқандай топ, ұлт, жыныс,
тағы басқа үшін күресуге дайынбыз деп ойлаймыз. Бәріміз де қандай бір идеологияның нысанымыз. Бірақ біз сенетін идеологиялар гуманистік максималарға жауап бере ала ма? Идеологиялар мен жүйелер аяусыз, ал олардың қолшоқпар болып кеткенін түсінгенде бәрі кеш болуы мүмкін. Ядролық соғыспен қорқытатын содыр саясаткерлер дәуірінде Стэнли Кубриктің «Доктор Стрэнджлов» қара комедиясы қайтадан өзекті болып шығады. Ресей мен ақш арасындағы ядролық соғыс пен ақырзаман туралы фильм дәл мұндай күлкілі болады деп ешкім күтпесе керек. Көрмесеңіз, көріңіз. Саясат туралы тікелей болмаса да жанама айтатын фильм Ирландияның екіге жарылуы туралы. Мартин Мактонахтың Инишереннің баншилері қара және терең комедияның үлгісі. Күлуге болмайтын тақырып жоқ. Қара комедия жанры солай дейді. Қазақ мәдениеті айтылып-айтылмайтын көп табулардың жиынтығы. Олар экранда бұзыла ма? Қара комедия түсіру үшін батыл режиссер керек болса, бізде ондай режиссерлер бар ма? Қазақ экранына қара комедия соңғы жылдары ғана келді. Группа Art Dealers, которые снимают умные комедии. Art Dealers тобының «Жаным айтсам сенбейсің», «Өліне еске түсір», «Мыстан», «Келінжан» сияқты комедиялар бар. Кейде ащы мысқыл элементтермен, кейде күтпеген бұрылыстарымен ерекше. Ернар Нұрғалиев, Жандос Айбасов, Азамат Дулатовтар құрған Art Dealers'тің маған ұнайтын себебі, олар комедия түсіргенмен ақылды көрерменге арнап түсіреді. Почему черная комедия произошло это жанр, ты не поверишь? Жаным, айтсам сенбейсің фильміне дейін продюсерлерге комедиялар түсірдім. Өзім қалағандай түсіруге мүмкіндік бермеді. Ақшаң болғанда өзің түсір деді. Расында солай болды. Жаным, айтсам сенбейсің фильмі неге қара комедия болып шықты? Өйткені біз адамдарды бір сәтте әрі қорқытып, әрі күлдіріп эксперимент жасағымыз келді. Хикаясы ойдан шығарылған. Адамға айтсаң сенгісіз хикая. Бірақ визуалды түрде бәрін шындыққа жанасатындай жасадық. Олар жолықты, бір-бірін өлтірді, қанға бөкті. Бірақ неге оған сенбейді? Әзілдің мәні сол болды. Сондай өткір отбасылық фильм ғой. Ал стилистикалық жағынан бразилиялық «Құдай қаласы» фильмінен шабыттандым десем болады. Онда динамика, монтаж, әзіл қалжың, драма бәрі бар. Сосын Тарантино фильмдерін көріп, зерттей түстім. Мүмкін ол фильмдерінен байқалатын шығар. Бауыр ма жар ма, Махаббат бекеті, Кластастар, Сиситай сияқты комедиялар түсіргенде ойымда ылғи драма жүрді. Солай, екеуінің қосындысынан қара комедия туды. Свалкадасың? Өліне есіңе түсір фильміде кейіпкерлеріне тың көзқараспен қарайды. Мұндағы жағымсыз кейіпкер жадысынан айырылған, яғни оған режиссер екінші мүмкіндік бергендей. Астарында ақша соңына түскенде шын менімізді жоғалтамыз деген мағына жатыр. Қарқынды дамып келе жатқан қазақ экранында талғамды көтеретін дүниелердің тапшылығы өкінішті. Шәкен Аймановтар негізін қалаған болмысы халықтық, пішіні батыстық, мазмұны ұлттық комедиялар көбейе берсін деп тілейік. Өйткені қай кезде де ойын арзан, күлкі қымбат. Күлдіріп отырып ойланта білу камера ұстаған ағайынға сертпе дейміз. Ендеше келесі киноскопта кездескенше.